опять достали этих алашардинцев, старых героев умерших, батыров этих таскают, дурацкую историю. Но не надо вот сейчас делать из старых этих самых умерших героев лидеров. Никакие они не лидеры. Болса дағы құрбан қорғап даласын, ала алмаған тиесілі бағасын. Қадіріңе жете алмадық кеше көр, қайран асыл арыстарым, алашым. Мойындаса қалып қашпай анықты, алаш ұлтқа шын қамқорлық танытты. Ешқайсысы көксеген жоқ билікті, қалқан қылып тығылған жоқ халықты. Елім деді, адамдықтан асқан жоқ, шақырса да шетелдерге қашқан жоқ, бір-бірімен ырылдасып өзара бас-басына партиялар ашқан жоқ. Шатастырып қыранменен торғайды, шабан атты топқа қоссақ зор қайғы. Қазақтың бар партиясын қоссаң да, алашымдай адал қорған болмайды. Қанша тасқа соқса дағы маңдайды, әрбір құс өз биігінде самғайды. Мың ғұлама туылса да далаңда, шәкәрімдей таза бола алмайды. Бәйтерекке айнала алмас емендер, теңесеңдер әділет теңеңдер. Жүрегіме қанжар соғып жатқандай Әбіләзовты Бөкейханов дегендер. Қызыл тілін қанша жерден тулатып, жалынды сөз сөйлегенмен шулатып, мамайыңда мағжан бола алмайды, Заитов та бола алмайды дулатып. Жарты өмірін өткізсе де түрмеде, жасы маған жау келгенде іргеме. Алаштікі нағыз күрес, шын ерлік, ал біздікі жай әншейін бірдеңе. Отан үшін отқа түскен еренер, бола алмайды біз секілді немелер. Ілияс, Халел, Бейімбет пен Ахметке айтыңдаршы, қайсымыз бар теңелер. Өзегіңді өртесе де өкініш, шындық осы, жарылса да өтіміз. Алаш біздің орындалмаған арман, оларға тіл тигізбеңдерші, өтініш.